Сәлеметсіздер ме менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен ұнсыз жеңіл жасалынатын, майсыз жасалынатын жеңіл құймақтардың рецептімен бөлісетін болам. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарамыз. Үстіне қантымызды қосамыз. Қантты өзіңізді қалауыңыз бойынша тәттірек етіп жасайтын болсаңыз, көбірек қоссаңыз болады. Мен 2 ас қасық көлемінде ғана қостым. Жақсылап араластырып аламыз. Осылай қантын ертіп алып, үстіне шым-шым тұз қосамыз. Тағы бір венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ал енді осыған жылы айранымызды қосамыз. Жылы дегенде бөлме температурасындағы айран. Осындай стаканмен қосатын боламыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне манная каша дейміз ғой, манка ма? Сондайды қосатын боламыз. Ұн қоспаймыз, ешқандай да осы манкамен жасайтын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай ұн қоспаймыз. Өте жеңіл жасалатын құймақтар болып шығады. Осылай араластырып аламыз жақсылап. Сосын осы немізді 15-20 минутқа қоя тұрамыз. Манка шамалы көтеріліп, өзі не істеу керек, қоюлану қажет. Сондықтан бетін жауып қоя тұрамыз. Не бізде 15 минуттай тұрды. Осылай қоюланды. Енді осыған бір шай қасық көлемінде ас содасын салатын боламыз. Және араластырамыз. Осыны бір 5 минутқа тағы да қоя тұрамыз. Сол кезде шамалы бізде әлде де қоюланып, консистенциясы қоюлығы көріне бастайды. Бұл өте оңай. Ешқандай ұн қосылмайды. Оңай, жеңіл жасалынатын құймақтың түрі. Енді бетін жауып, тағы 5 минутқа қоя тұрамыз. Міне бізде осылай қоюланған әдемі қамыр пайда болады. Енді осы қамырымызды мынандай кондитерлік қапқа салып аламыз. Бұл міндетті емес, егер де сізде ондай қап болмаса, үлкен қасықпен құйып пісірсеңіз болады. Мен осындай ыңғайлы болу үшін кондитерлік қапты пайдаланамын. Барлығын, менде бұл кондитерлік қаптың ең үлкені, сондықтан бүкіл барлық қамыр толықтай кетеді. Сосын бірден құйып майға пісіретін боламын. Майымызды оған дейін қыздыра береміз. Табамызға май қойып, майды қыздырып аламыз. Майды бұдан азырақ та құйсаңыз болады. Мен осылай құйдым. Қазір қызған сәтте бірден осы құймақтың қамырын құйып пісіретін боламыз. Осы майымыз қызып қалған сияқты. Бисмилла деп біріншісін осылай тырауды құйып шығамыз да. Екіншісін жақсылап істеуге тырысамыз. Бисмилла. Домалақ формасында шықса жарайды бізге. Жақсы көретін. Көтеріле бастайды. Дөңгелек формасында келе бастайды. Мен осылай көпіршік жей бастайды. Кейін көпіршіктен бастайды. Бисмилла. Бағада
өте жұмсақ қамыр болып шығады. Аударып отырамыз. Шахбет қызырған кезде бұдан алатын боламыз. Уже қызарды. Енді қарамыз. Қызарымызды күмпейіп, көтеріліп әдемі болып пісіп шығады. Жұмсақ қымдап ала береміз. Піскендерін жеп. Екінші. Бисмилля деп тағы бір патиясын құрамыз. Дөңгелек формасын келтіре алмай жатырмын. Ақырындап өзі де тұрған кезде келіп жатыр. Осылай қойып пісіріп алатын боламыз. Қызарып жатыр ақырындап. Аударамыз. Шынжыққа шашылып кетіп жатыр. Шеттерін қызартып жібереміз. Барлығын дәл осылай пісіріп аламыз. Міне осылайша біздің ұнсыз, майсыз жасалынатын, айрансыз жасалынатын құймақтарымыз дайын болады. Өте оңай, жеңіл рецепт. Дәл осы рецепті қолданып көріңіздер. Сәттілік. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен, жақындарыңызбен осы видеоның сілтемесімен бөліссеңіз болады. Келесі видеоларда кездескенше, қош, сау болыңыздар.